Екібастұз ауданы ауыл мектептері арасында 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай ГРЭС-2 станциясының демеушілігімен оқу-жаттығу жиыны өткізіліп жатыр. Сегодня под организацией молодежного актива Екібастузского ГРЭС-2 проходят военно-полевые сборы. Қазақстан Республикасына қызмет етіп, Жетінші мамыр отан қорғаушылар күніне арналған, 9 мамыр жеңіс күніне арналған бүгінгі әскери патриоттық шаралар өтіп жатыр. Біріншіден барлық ер азаматтарды осы мерекелермен құттықтаймын. Бүгінгі айбын әскери патриоттық ауыл мектептері арасындағы жарыс өз деңгейінде өтті деп ойлаймын. Барлық жарысқа қатысушыларға рахмет айтамыз. МАЭС-2 станциясының қызметкерлеріне осы жарыстарға демеушілік көрсеткеніне көп алғыс білдіреміз. Отан қорғаушылар күнімен барлық Қазақстан ер азаматтарын құттықтаймын. Ура! Ура!